достар, сізбен бірге мен Рочерка. Достар, мен Мартин сюрприздың ашылдың екінші часть. Ана қыздың аты не екенін комментке жазып кетіңіздер. Вот. Қайда өзі коммент? Қазір мен мәселеміз шақырамын. Вот, бізде екеуі де кеп қойды. Қазір мінекей біздің доковока қызымыз. Біздің сюрпризіміз. Артында осындай жүрекші бар. Өткендегісі де ойлап қалмаңыздар. Өткендегісі уже мусорда жатыр. Қазір мен осына енді сізге көрсетпей қойыншы. Мен қашына кеп алайын. Короче, тұстырымын ауызғанда шыртылып қалдым. Қазір артында көрсетем. Біріншісі осылай. Екіншісі осылай. Енді үшіншісі. И вот. Андай төртіншісі. Енді бесіншісі. Ой, үшіншісі деген ғой, мен шыдасып кетіппін. Енді мынау төртіншісі. Астындағысы мынау төртіншісі. Вот осылай. Ой. Вот такой. Қазір болады мен андай скотчпен жабыстырып тұратыным бар ғой. Сондай жабыстыруым керек, себебі мынандайдан тым болмайды, әдемі болып қалмайды. Қазір енді өткендегі ашқан сюрпризімізді көрсетем. Вот, короче, осылай. Кеше ашқандарымыз осымен осынша көйлек шықтым. Да, мынау біздікі. Бұның тағы да біреу бар еді, оны көрсетпей қояйыншы деген ойдамын. Короче, мынандай көйлек. Мынау. Вот пижама. Қандай екен айта алмай жатырмын ше сіздерге. Инстаграмдан көрсеңіздер болады. Менде әлі инстаграм жоқ, тикток аккаунттан енді ашатын боламын. Рочерка деп жазып қойғанмын. Рочерка. Вот осы менің любимым. Өзі қараңыздаршы, мына екеуінен маған көз мынау ұнайды, себебі мынаның нәтижелері біртүрлі, мынаның әдемі болып сызылғанда. Бірақ мынаның нәтижелері әдемі, бірақ мынаған қарағанда. Мынаның сәл біртүрлі болып қалғанында солып қалған гүл сияқты. Бірақ мынаның нәтижелері әдемі. Мынаның тек мына жері ғана әдемі. Осылай біздерде почти неше көйлек болды. 6 болыпты, 2 пижама мне. Мынау именно гимнастика киімдері. Мен гимнастиканы өте қатты жақсы көремін. Өзім және гимнастикаға қатысамын. Вот. Енді пісіп тұрақ. Енді біз не істесек болады достар. Комментке жазып кетіңіздер. Мен мысалы тағы да бір көйлек істемекшімін. Естімей қойын ба. Вот айтпақшы мынаны көрсетіп кетейін. Жүрегіміз енді біздің мынандай. Нормально естіліп қалды. Мен бұны қалай істейтіндерге айтып кетейін. Клейді аласыздар. Клейдің ұшы болады ғой, қазір көрсетем. Вот осында клейчик. Вот солым. Сіздің бір жылтырақ нәрсеңіз болу керек. Ой, любой нәрсеңізде шапска деп беретін болса, мінекей. Сізді қазір мен неме істейтінді көрсетем. Бұл жерде осындай подарок бар. Осындайларын аламын да. Вот қараңыздар, сондай болып. Вот осындай. Сіз-ақ жасап шығарады оны. Енді қолымыз қараңыз. Вот. Қазір мен гимнастикаға баруым керек. Бірақ мен видео жасап жатырмын. Мен тақтым киімдерін бәрін. Не қойған соң түсіріп жатырмын. Не қойын? Не пісіңкі дейміз? Міне осындай роза клей. Осындайды алдым. Ол өзіме қатты ұнады. Еще қайшымда мен роза, оны көрсетіп отыр жақпады. Вот. Күндіке біздің осындай нәрселеріміз болған самый любимыйларым. Осы екеуі қатты прямо дем ойым. Бүйтіп болып қоямын. Осы киімдерді мен дока-бока қасына арнағанша бір өзім дәптерлерімнен бүйтіп жапсырып қойсам өте деме кететін сияқты. Мысалы, мына дәптердейік. Дәптердің мына шетіне бір әдемі болып тұрады ғой, дока-боканың киімдер болған соң. Енді тағы да бір видео, бір киімді жасаймын, содан қайсысын ұнамай қалса, сөйтіп жабыстырып қоямын. Деп ой жерде мен енді мына 6 тауына тиіспей тұрмын.
бізді кешіресіздер. Бұл енді болмайтын кадр. Бәрді түсіре бердім. Мені қырық тастамақшы ойын бар. Ұрпадым. Короче, осындай. Я екеуін мағансам, мой лучший друг деп тойма. Мына пижама ғой. Короче, мынаның өз түсі бордовый болатын. Мен не істеп қойғанмын, бұны разы қойып қойғанмын, ондай түс менде жоқ болатын. Мынаны аты комментте жазып кетіңіздер. Бітпейін. Или коммент қай жақтан шығып тұрады, білмеймін. Короче, комментке жазыңыздар. Сырып көрейік. Вот. Сеті осындай, мен сияқты осындай істеулеріңізге болады. Всем пока!